Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы су мен минералды тұздардың алмасуы. Бүгінгі сабақта судың алмасуы және де минералды тұздардың алмасуы жайлы айтатын боламыз. Организмде органикалық қосылыстардың алмасуымен қатар су мен минералды тұздардың алмасуы да жүреді. Су организмде әртүрлі заттардың еріткіш рөлін атқарады. Ол дене массасының 60-65%-ын құрайды. Су жасуша аралық сұйықтық, цитоплазма, қан плазмасы мен лимфа құрамына кіреді. Адам тамақ ішпей 40-50 күн, ал сусыз бірнеше күн ғана тіршілік етеді. Қоректік заттардың аш ішекте сіңірілуі, оларды жасушалардың ұлпа сұйықтығынан сіңіруі және де жасушалардан алмасу өнімдерінің шығарылуы тек еріген күйінде әрі судың қатысуымен жүзеге асады. Су организмдегі барлық биохимиялық реакцияларға қатысады. Ересек адамның суға деген тәуліктік қажеттілігі 1,5-2 литрді құрайды. Су организмде сусын ішкенде тамақ құрамымен түседі. Организмнен су, бүйрек, тер, өкпе арқылы шығарылады. Минералды заттар организмде тұздар және олардың иондары түрінде болады. Олар зат алмасуға қатысады, жасушаға әртүрлі химиялық қосылыстардың түсуіне және олардың шығарылуына әсер етеді. Мысалы, йод қалқанша без гормонының, темір гемоглобин молекуласының құрамына кіреді және оттек пен көмірқышқыл газының тасымалдануына қатысады. Кальций және фосфор тұздары сүйек құрамына кіреді. Күкірт пен мырыш ұйқы безі гормондарының құрамында болады. Калий мен натрий жасуша мембранасының таңдап өткізу қабілетіне әсер етеді. Хлор тұз қышқылының құрамды бөлігі болып табылады және асқазан сөлінің құрамына кіреді. Денедегі минералды заттардың жалпы мөлшері шамамен 4,5%-ды құрайды. Осы элементтердің барлығы организмге азық, су және де ас тұзымен түседі. Темір көкөністер мен жемістерде, етте және жұмыртқада, сарыуызда көп кездеседі. Темір жетіспеген кезде қан аздық дамиды. Йод өсімдік текті өнімдерде, әсіресе теңіз қырыққабатында көп болады. Йод жетіспегенде қалқанша без ауруы зоб дамиды. Кальций көп мөлшерде сүтте, ірімшікте, жұмыртқада болады. Сонымен минералды тұздар энергия көзі емес және қоректік заттар болмаса да, олардың организм үшін маңызы зор. Төлдерде минералды тұздардың алмасуының бұзылуы олардың өсу мен дамуының кешеуілдеуіне апарып соғады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы сау болыңыздар.